Саламатсыздар ма, құрметтілерім, қош келіпсіздер менің курсыма. Мен бүгін бүкіл Қазақстанда деп айта алмаймын, бүкіл бывший Советский Союзда, тіпті бүкіл әлемде менің бүгінгі беретін методикамды ешкім әлі бермеген. Мен әлі ешкімнен көрмеген. Мендей білім алған адам жоқ шығар деп ойлаймын. Мендей өзін зерттеген адам жоқ шығар деп ойлаймын. Мен осы уақытқа дейін бүкіл әлемде менің методикамды пайдаланған адамды көрген жоқпын. Барлығын зерттедім. Менің атым Айгүлжан, жасым 52-де, 15 жыл мұғалім болып істегем. Жыл мұғалім болғам, өте авторитетный, өте сыйлы мұғалім болғанмын. Одан кейін 7 жыл активно бизнес істедім. Өте жоғары дәрежеге жеттім. Мен армандаған байлыққа да жеттім. Мен армандаған пәленбай үйге де жеттім. Бірақ ақшам жоқ кезде бақыттымын деп ойладым. Ақшам бар кезде тағы да бақытсыз болғанда мен уже ойлана бастадым. Неге бұлай деп? Себебі біз ақша болса барлық проблемамыз шешіледі деп ойлайды екенбіз. Мен информация арқылы білім алған адам емеспін. Өзімнің өмірлік жолымда тәжірибе арқылы білім алған адаммын. Күйеуім қайтыс болғаннан кейін мен қатты депрессияға түсе бастадым. Бүкіл ісім, бүкіл бизнесім, вообще өмірім төмен түсе бастады. Менде негативті ойлар, негативті сезімдер, тіпті басқара алмай кеттім. Сөйтіп жүргенде тіпті мен ақшаны жек көре бастадым да. Бизнесті бәрін тастап, өзіммен жұмыс істеуге кетіп қалдым. Мен сіздердің бүгінгі бастарыңыздағы кез келген қиыншылықтан өткен адаммын. Бүгін сіздерге өте повезло, сіздерді Құдай өте қатты жақсы көреді екен. Себебі менің бүгінгі берейін деп жатқан техникаларымды, методикаларымды, жалпы курстың барысындағы өте сауатты жүйені мен әлі ешкімнен көрген жоқпын. Не үшін мен бүгін өзімді өте мықты маманмын деп айта аламын? Себебі мен өзімді зерттедім. Өзім арқылы барлық шындықты біліп таныдым. Бірінші өзімнің өмірімде пайдаланып, результат көріп, одан кейін жан-жағымдағы адамдардан результат көріп, көзімді анық жеткізгеннен кейін ғана елге ұсынып отырмын. Мен бүгін педагогпын, мен бүгін бизнесменмін, мен Құдай танушымын, мен өте мықты психологпын, сонымен қатар мен квантовый скачоктың нөмір 1 мастермін деп айта аламын. Қазіргі сіздерге жазып отырған видеомның мақсаты бұл кіріспе сабақ. Сіздерге мен бүгін көп нәрсе айтпаймын, тек қана бұл кіріспе сабақ болғандықтан мен сіздерге курс басталмай тұрып, өздеріңізді курсқа қалай дайындау керексіздер, соған бағыт бағдар беремін. Мен бүгін сіздерге 5-6 техникаларды берем. Не үшін? Себебі бүкіл жұмыс істеп жүрген мамандардың ең бірінші қателігі өмірдің шындығын толық мен сияқты нақты білген, былай тұрсын, өздерінің опытынан өткізбеген. Құрметтілерім, қазір барлық жерде әртүрлі методикаларды айтып жатыр. Мен ол кісілердің бәрін түсінем. Әркім қолынан келгенше, өзінің деңгейінде түсінгенше методикаларды адамдарға ұсынып жатыр, беріп жатыр. Біреулер бар ата-бабаны зерттейді, біреулер бар миды зерттейді, біреулер бар аффирмация, визуализация арқылы жұмыс істейді, біреулер бар оймен жұмыс істейді, яғни ойыңды түзуле дейді, сөзіңді дұрыста дейді. Бірақ мен сіздерге бүгін бір шындықты айтайын. Біз сіздермен жұмысты денеден бастаймыз. Мені қазір жақсылап тыңдаңыздар. Біздің сөзіміз, біздің ойымыз, біздің көңіл күйіміз, біздің іс-әрекетіміз барлығы мынау денедегі энергия мен программаға байланысты. Өздеріңіз 1 минут, 1 сәт елестетіп көріңіздер. Егер біздің көңіл күйіміз жақсы болса, сол күніміз тамаша өтеді. Барлық адамдармен күліп сөйлесеміз, көршімізбен де, шоферлармен де,
көшедегі адамдармен де барлық әлемге жақсылық тілегіміз келіп тұрады. Тамақ істесек те күшті болып шыға келеді. Күйеуімізге де жақсы сөйлейміз, бала шағамызға да бір сондай бір шексіз махаббатпен сөйлейміз. Ал көңіл күйіміз жоқ болса, ешқандай қатысы жоқ та адамдармен ұрысып қалуымыз мүмкін. Сіздер менімен келіссеңіздер керек. Сондықтан ең главный секретті таптым. Барлық мәселе мынау денеде. Денедегі энергия мен денедегі программа, денедегі вибрация, денедегі жай-күй дұрыс болса, бұл денеден жақсы энергия шығады да, сөзіміз де жақсы болады, ойымыз да жақсы болады, іс-әрекетіміз де результативный болады. Яғни, құрметтілерім, шындықтың бәрін курсты жалғастырғанда аша бастаймын, жайлап практика арқылы аша бастаймын, бірге сіздермен практика істеу арқылы көздеріңізді жеткізе бастаймын. Дәл қазіргі айтайын деп жатқан бір жағдай, мәселе ақшада емес. Сіз бүгін курсты арзанға сатып алдыңыз ба, қымбатқа сатып алдыңыз ба, мәселе ода емес. Өздеріңіздің өмірлеріңізге деген үлкен сый құрмет болсын. Бала шағаларыңыздың өміріне деген үлкен сый құрмет болсын. Ақыр менің курсымды сатып алдыңыздар ма? Менің айтқанымды ешқандай анализсіз, ешқандай күмәнсіз тек қана істей беріңіздер. Курстың басында дәл өзіңізге сенбесеңіз де, маған сеніп үйреніңіздер. Мені тірек ете тұрыңыздар. Тек менің айтқанымды істей беріңіздер. Курс басталғаннан кейін, 1-2 күннен кейін уже сіздерде результат бола бастайды. Мен бұл курсты қалай бастасам екен деп өте көп ойландым. Сразу жақсы, позитивный, көңілді методикалардан бастасам ба, не болмаса, денедегі бүкіл ауыртпалықты, бүкіл қорқыныш сезімін, күмән сезімін, қайдан шығып жатқанын, соның себебін жоятын техникалардан бастасам ба деп көп ойландым. Бірақ артыма қарасам, өзімнің опытыма, мен ішіндегі жаман эмоциялар мен жаман энергиядан құтылу үшін өте көп іштегі жаман энергияны көп шығарған, көп жылаған адаммын. Біздің өмірдегі опытымыз әртүрлі, балалық күннен алған, біреудікі ауыр, біреудікі жеңіл, бірақ біреудікі біреуге қыздай дегендей, травманың жеңілі, ауыры, жақсы, жаманы болмайды. Сондықтан мен бұл өмір туралы бар шындықты білдім деп айтсам болады, дегенмен де әлі де бір тағда қандай методика үйренеді екен деп мен таң қаламын да. Себебі мен Құдайды танығаннан кейін уже одан артық білім болмаса керек деп ойладым. Бірақ Құдай танудан кейін міне квантовый скачок ашылды маған. Мен біздің Қазақстанда квантовый скачок өткізіп жүрген, не болмаса өте жақсы курстар сатып жүрген адамдардың сабағын бәрін тыңдап көрдім. Бірақ бәрінде бір көрініс, ешкім мен сияқты өте терең жұмыс істей алмайды екен. Менің сіздермен бұл курста бірақ мақсатымыз болады. Мынау денені тазалау. Мынау каналды, мынау проводты, яғни біздің денеміз мынандай провод сияқты. Электричество өткізетін провод сияқты. Яғни бүкіл әлем энергиядан тұрады. Мына денеміз біздің энергия өткізбейді. Ақша да энергия, бақыт та энергия, жақсылық та энергия. Бірақ біздің мынау денеміз электричество өткізетін, энергия өткізетін провод болмай тұр. Тот басып кетеді ғой, мусор тот басып кетеді. Сондай дене болып тұр. Әркімдікі әртүрлі деңгейде. Сондықтан мен сіздерге кіріспе сабағында қолымнан келгенше 5-6 техникаларды беремін. Қаласаңыздар ғылым жағынан, қаласаңыздар дін жағынан өте мықтымын. Курстың барысында Құрандағы әрбір сүре аятты, ол не туралы айтылған, соның бәрін дәлелдеп беремін.
сіздер менен кейін ешқандай психолог іздемейтін боласыздар. Сіздер менен кейін ешқандай имам молдаларды тыңдамайтын боласыздар. Себебі сіздер кез келген психологтан да, кез келген имам молдадан да өмірді жақсы түсінетін боласыздар. Сондықтан курс басталғанша мен сіздерге 5-6 техника беремін, практика беремін. Сол практика техникаларды істеп, денелеріңізді жібітіп, тез результатқа көтерілу үшін дайын болып отырғандарыңызды қалаймын. Біздің сіздермен мақсатымыз мына денені дұрыстау. Барлық адамдармен жұмыс істеп жатқан адамдар, мамандар не деп айтады? Ойыңды өзгерт, сөзіңді өзгерт, жақсы сөйле деп жатады. Бірақ, құрметтілерім, біз сіздермен одан да терең жұмыс істейміз. Сол сөз шығатын, сол ой шығатын, сол іс-әрекет шығатын мынау машина, мынау техника, мынау денені біз тазалаймыз. И мынау дене тазаланғаннан кейін сөздеріңіз автоматты түрде өзгереді. Ойларыңыз автоматты түрде өзгереді. Іс-әрекеттеріңіз автоматты түрде өзгереді. Сондықтан біз сырттан жұмыс істемейміз, ағаштың тамырынан бастап жұмыс істейміз. Адам ешқашан велосипед айдауды сөзбен үйренбейді. Тамақ істеуді сөзбен үйренбейді. Дәл сол сияқты мына денені, өмірімізді сөзбен ғана өзгерте алмаймыз. Жайлап, слегка, сырттай өзгертуіміз мүмкін, но түбегейлі өзгерту үшін тәжірибе арқылы, опыт арқылы, практика арқылы ғана өзгертеміз. Қарап тұрсам, барлық мамандар, тіпті жақсы курстарын сататын, қымбатқа сататын мамандардың өздері сіздердің сөздеріңізді өзгертуге әлек, сіздердің ойларыңызды өзгертуге әлек. Бірақ біз бірақ нәрсені өзгертеміз. Денені ғана тазалаймыз. Ал мынау дене тазаланғаннан кейін жаңа программа кіргіземіз. Денеңіз негізі тазаланғаннан кейін сөзіңіз де, көңіл күйіңіз де, ойыңыз да, іс-әрекетіңіз де өзгереді. Әлі терең білімдерді беремін. Қазірге осыны білсеңіздер жеткілікті. Алла, мен сенің күре тамырыңнан да жақынмын дегенде көп нәрсені айтып тұр. Мен сенің ішіңдемін деп тұр. Мен сенің ішіңдемін деп тұр. Бірақ оны біз түсініп біле бермейміз. Практиканы істегенде ең бірінші бізге көмектесетін ол біздің деміміз. Ол біздің деміміз. Біз демалғанда каждый секунд сайын, даже күніне бір жолы, хотя бы күніне бір рет, хотя бы аптасына бір рет, хотя бы айына бір рет мен қалай демалып жатырмын деп ойламаймыз. Мен қалай демалып жатырмын деп ойламаймыз. Дем өзімен өзі болып жатыр. Қайтып демалып жатқанымызды да білмейміз. Мынау біз демалып жатқан ритм және денеміздегі программа ағайын туыс болып кеткен. Екеуі былай бірігіп кеткен. Сондықтан ең бірінші біз не істейміз? Демімізбен жұмыс істейміз. Екінші, денемізбен жұмыс істейміз. Үшінші, вниманиямызбен жұмыс істейміз. Назарымызбен жұмыс істейміз. Сондықтан сіздерден қатты сұранатыным, пожалуйста, қысқа берген практикаларымды ешқандай анализсіз, пожалуйста, істеңіздер. Деміміздің ритмін өзгерткенде біз уже денеміздегі сіңіп қалған әрбір нейронный связьдарды, әрбір сіңіп қалған травма программаларды бұза бастаймыз. Жайлап бұза бастаймыз. Сондықтан, құрметтілерім, мен айтқан әрбір практикаларды істей беріңіздер. Қайда барсаңыздар да, ең соңғы шешім практикалар жасау. Мен сіздерге қолымнан келгенше қазір көпке созғым келіп тұрған жоқ. Сіздерге түсіндіріп айтып жатырмын.
Құда қаласа курс басталған екен, практика істеп отырып, живой сіздермен бірге практика істеп отырып, барлық өмірдің шындығын қалай құрылғанын практика істеу арқылы тәжірибелеріңізде дәлелдеймін. Бұл әлем, Алла, кеңістік сіздерге қызмет ететін құрал. Біз Аллаға қызмет етпейміз, Алла бізге қызмет етеді. Алла шынымен біз қалаған нәрсенің бәрін береді. Бірақ Алланың тілі сөз емес. Алланың тілі вибрация. Ал вибрация тек денеден шығады. Сол үшін өте сауатты, өте терең, 100% результат болатын курсыма қош келіпсіздер.